Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге брокколи салатын жасаймыз. Керек заттар: 1 түйін салат жапырағы, 77 грамм сыр, 2 помидор, 400 грамм брокколи, 2 ас қасық лимон шырыны, 2 ас қасық күнбағыс майы немесе басқа да майлар болады, 1 қияр және 1 пияз керек. Алдымен брокколиді пісіріп аламыз. Алдын ала қайнаған суға брокколиді саламыз. 3-4 минут аралығында пісіреміз. Арадан 4 минут өтті, енді брокколиді салқын суға саламыз. Салқын суды төгіп тастап, үстінен шым-шым тұз саламыз да жақсылап араластырамыз. Пиязды өте жіңішке турап, ыдысқа саламыз. Одан кейін қиярды тураймыз. Помидорды орташа бөліктерге бөліп, одан кейін оливки, лимон шырынын, майды және сырды саламыз. Салат жапырағын 4 бұрыштап кесіп саламыз. Үстінен өз қалауыңыз бойынша тұз қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Ғажайып салатты қабыл алыңыздар. Бұл цезарьдан да күшті. Астарыңыз дәмді болсын, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.